Қарша қыз бен жеті ергежейлілер ертегісі. Бір күнінде ханша терезенің алдында тігін тігіп отырады. Тігін тігіп отырып ол осы жауып тұрған қардай аппақ, екі беті алмадай, терезенің жақтауындағы ағаштың қаралығындай қап-қара шашы бар сәбиім болса ғой, деп ойлайды ол. Көп ұзамай ханша дүниеге қыз әкеледі. Қызы қардай аппақ, екі беті алмадай, шашы терезенің жақтауындағы ағаштың қаралығындай қап-қара еді. Ханның қызын қарша қыз деп атады. Алайда қызы дүниеге келісімен ханша қайтыс болады. Бір жылдан кейін патша екінші рет үйленеді. Жаңа ханша сұлу, тәкаппар, зұлым еді. Ханша айнаға қарап көп отырды. Айна сиқырлы еді. Ол сөйлей алатын. Айнам, айнам, менен асқан сұлу бар ма, жоқ па? Деп өз сұлулығына өзі таңғалып отыратын. Айна әрқашан, сұлулардың сұлуы, сіз ханша, деп жауап беретін. Қарша қыз бой жетіп, жылдан жылға ажарлана түсті. Бірде ханшайым айнасымен ойнап отырып, қарша қыз өзінен де сұлу екенін естіді. Ашуланған ханша күтушісіне ханның қызын орманға апарып ағашқа байлап тастауын тапсырды. Ол орманға апарғанмен байғұс қызды аяп, байламай бос жібереді. Қарша қыз орманды кезіп көп жүрді. Келе жатып бір кішкентай үйшікті көрді де, тынығып алайын деп ішіне кірді. Үйдің қақ ортасында ақ дастархан жайылған кішкене үстел тұрды. Оның үстінде 7 кішкене тәрелке қойылған. Қабырғаға таяу 7 төсек тұр. Қарша қыз соның біріне жатып ұйықтап қалды. Күн батқанда үйшіктің иелері 7 ергежейлілер келді. Олар тауда кен қазып келген еді. Құдайым-ай, деді олар. Неткен әдемі қыз еді. Қуанғандар соншалық қызды оятуға батылдары бармады. Таңертең оянған қарша қыз ергежейлілерді көріп қорқып кетті. Ал олар өте сыпайы болып шықты. Қарша қыз өгей шешесі өзін өлтірмек болғанын айтып берді. Біздің үйіміздің бар шаруасын мойныңа алып, тазалап тұрасың ба? Деп сұрады ергежейлілер. Келіссең, бізбен тұруыңа болады. Қарша қыз қуана келісті. Қатыгез өгей шешесі айнамен ойнап отырып, менен асқан сұлу бар ма, жоқ па? Деп сұрады. Айна, сіз сұлусыз, бірақ ергежейлермен бірге өмір сүріп жатқан қарша қыз сізден де сұлу, деп жауап берді. Іші күйген өгей шеше іштарлықпен өзінен асқан сұлу қыздың көзін құртпақ болды. Улы алма дайындап, өзі шаруа әйелдің киімін киіп, 7 ергежейлер тұратын үйге келеді. Қып-қызыл алма сатамын, деп қыздың есігін қақты. Қарша қыз терезеге қарап, мына қарапайым кісіні кіргізуге болатын шығар, деп ойлайды. Есікті ашып, алмасын сатып алды. Бір тістегені сол еді, есінен танып жерге құлады. Ергежейлер үйіне келгенде демсіз жатқан қарша қызды көрді. Олар табыт жасап, қызды ішіне жатқызып тауға апарып қойды. Ол табытта жата берер ме еді? Тап сол кезде осы орманға жолы түсіп, бір ханзада келе қалды. Ол таудағы табытты, оның ішіндегі қарша қызды көріп, ергежейлерге, мына табытты маған беріңіздер. Мен сұлу ханымға ғашық болып қалдым, дейді. Мейірбан ергежейлер көздерінің қарашығындай күтіп отырған қарша қызды ханзадаға береді. Ханзаданың күтушілері ақырын жүріп табытты әкеле жатты. Келе жатып, олар бір бұтаға шалынып кетті. Табыт шайқалғанда қарша қыздың көмейіндегі улы алма ытқып шықты. Ол көзін ашып, басын көтеріп, өзі де орнынан атып тұрады. Мен қайдамын? Деп
дауыстап жіберді қыз. Оны естігеніне қуанған ханзада «Сен менің сарайымдасың» деп қызға болған жайды түгел баяндап береді. «Мен сені қатты жақсы көремін, маған тұрмысқа шығасың ба?» дейді. Қаршақыз келісімін берді. Ханзада мен қаршақыз дүркіретіп үйлену тойын жасады. Үйшік ертегісі. Жазық далада бір үйшік болыпты. Шиқылдауық тышқан тоқтай қалып сұрайды: «Үйшік, үйшік, кім үйшікте тұрады?» Ешкім үн қатпады. Тышқан үйшікке кіріп өмір сүреді. Бақылдап бақа келеді. «Ква, ква, ква, үйшік, үйшік, кім үйшікте тұрады?» «Мен шиқылдауық тышқанмын». «Ал мен бақылдауық бақамын». «Кел, бірге тұрайық», дейді тышқан. Бақа мен тышқан үйшікте бірге өмір сүреді. Секеңдеп қоян келеді. Тоқтай қалып сұрайды: «Үйшік, үйшік, кім үйшікте тұрады?» «Мен шиқылдауық тышқанмын». «Ква, ква, ква, мен бақылдауық бақамын». «Ал сен кімсің?» «Мен секеңдеген қоянмын». «Кел, бізбен тұр». Енді олар үшеуі үйшікте тұрады. Терезені түлкішек әпке тоқылдатады. «Үйшік, үйшік, кім үйшікте тұрады?» «Мен шиқылдауық тышқанмын». «Ква, ква, ква, мен бақылдауық бақамын». «Мен секеңдеген қоянмын». «Ал сен кімсің?» «Мен түлкішек әпкемін». «Кел, бізбен тұр». Енді олар төртеу болды. Жүгіріп келіп есіктен сұр қасқыр сұрайды: «Үйшік, үйшік, кім үйшікте тұрады?» «Мен шиқылдауық тышқанмын». «Ква, ква, ква, мен бақылдауық бақамын». «Мен секеңдеген қоянмын». «Мен түлкішек әпкемін». «Ал сен кімсің?» «Мен сұр қасқырмын». «Кел, бізбен тұр». Енді олар бесеу болады. Барлығы көңілді өмір сүріпті, ән айтыпты. Бір күні қорбаңдаған аю үйшіктен шыққан дауыстарды естіп, тоқтап айқай салады: «Үйшік, үйшік, кім үйшікте тұрады?» «Мен шиқылдауық тышқанмын». «Ква, ква, ква, мен бақылдаған бақамын». «Мен секеңдеген қоянмын». «Мен түлкішек әпкемін». «Мен сұр қасқырмын». «Ал сен кімсің?» «Мен қорбаңдаған аюмын». «Кел бізге, бізбен тұр». Аю үйшікке қыстырылып кіре алмай, үйшіктің төбесіне тұрмақ болады. «Апырай, сен бізді салмағыңмен басып қалма». «Жоқ, сендерді басып қалмаймын». «Олай болса, төбеге шығуыңа болады». Аю төбеге шығып отыра бергенде, аюдың салмағына шыдамай, үйшік сықырлап құлап қалады. Шиқылдауық тышқан, бақылдауық бақа, секеңдеген қоян, түлкішек әпке, сұр қасқыр барлығы үйшіктен әзер үлгеріп шығып аман қалады. Сөйтіп аю, қасқыр, түлкі, қоян, бақа, тышқан
барлығы сырғауыл тасып тақтайдан жаңа үйшік сала бастайды. Өздері салған жаңа үйшік бұрынғыдан да әдемі болып салынды. Осылайша барлығы ән айтып, би билеп, бақытты өмірлерін сүріп жатады. Бауырсақ ертегісі. Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпіріне бауырсақ пісіріп берші депті. Үйде ұн да жоқ қой, қалай пісірем? Депті кемпір шалына. Шал кемпіріне: қойманы сыпырып, қуыс-қуысты тырналап көр, бірдеңе бар шығар, депті. Кемпір қойманы сыпырып, қуыс-қуысты тырналап бір уыс ұн жинап алады. Қамырды қаймаққа илеп, домалақтап бауырсақ жасады. Оны майға пісіріп, салқындатып қойды. Бауырсақ жатқаннан шаршап кетті. Домалай жөнелді. Алдымен төсекке құлады. Төсектен еденге қарай домалады. Одан соң есікке жетті. Есіктен дәлізге ары қарай баспалдақтармен аулаға домалай жөнелді. Ауланың қоршауынан шығып, домалай берді. Бауырсақ жол бойымен домалап келеді. Оның алдынан қоян шықты. Ей бауырсақ, мен сені жеймін. Қоян, сен мені жеме, мен саған ән айтып берейін. Қоян құлағын түріп тұр, ал бауырсақ әндетіп кетті. Мен бауырсақпын, қоймадан сыпырылған, қуыс-қуыстан тырналанған, қаймақпен иленген, қазанда пісірілген, терезе алдында салқындатылған. Мен атадан қаштым, мен ападан қаштым. Қоян, мен сенен де қашып кетем. Бауырсақ әрі қарай домалап кетті. Қоян оны көріп те үлгермеді. Бауырсақ тоғай ішіндегі жолмен домалап келеді. Алдынан сұр қасқыр шығады. Ей бауырсақ, мен сені жеймін. Сұр қасқыр, сен мені жеме, мен саған ән айтып берейін. Бауырсақ әнді шырқай бастады. Мен бауырсақпын, қоймадан сыпырылған, қуыс-қуыстан тырналған, қаймақпен иленген, қазанда пісірілген, терезе алдында салқындатылған. Мен атадан қаштым, мен ападан қаштым, қояннан да қаштым, сен қасқырдан да қашып кетем. Бауырсақ әрі қарай домалап кетеді. Қасқыр оны көріп үлгермеді. Бауырсақ тоғай ішімен домалап келеді. Бір кезде оның алдынан бұтақтарды сындырып, бұталарды жерге дейін иіп, аю шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Қисық аю, сен мені жеме, одан да менің әнімді тыңда. Бауырсақ ән айтты. Аю әнге мәз болды. Мен бауырсақпын, қоймадан сыпырылған, қуыс-қуыстан тырналанған, қаймақпен иленген, қазанда пісірілген, терезе алдында салқындатылған. Мен атадан қаштым, мен ападан қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым. Аю, мен сенен де қашып кетем. Бауырсақ әрі қарай домалап кетті. Бауырсақ домалап келе жатқанда алдынан түлкі шығады. Бауырсақ, амансың ба? Сен әдемі және екі бетің қызарған екен. Бауырсақ мақтағанға мәз болды. Өз әнін бастай кетті. Түлкі тыңдап тұрып, ақырындап, жақындап келеді. Мен бауырсақпын, қоймадан сыпырылған, қуыс-қуыстан тырналанған, қаймақпен иленген, қазанда пісірілген, терезе алдында салқындатылған. Мен атадан қаштым, мен ападан қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым. Түлкі, сенен де қашып кетемін. Әнің жақсы екен.
деді түлкі. Бірақ та бір қиындық болып тұр. Мен қартайып барамын. Құлағым нашар естиді. Менің тұмсығыма отырып, әніңді тағы бір рет айтшы. Әнің жақсы дегенге бауырсақ мәз болды. Түлкінің тұмсығына шығып әнін бастады. Мен бауырсақпын. Ал түлкі оны «Хып!» деп жылдамдатып жеп қойды. Ертегі ұнаса менің парақшама тіркеліп кетіңіздер. Сұр қасқыр мен қу түлкі ертегісі. Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Шал кемпіріне қарап айтады. Сен, кемпірім, бәліш пісіре бер, ал мен балық аулауға барып келейін. Сөйтіп шал балық аулауға кетеді. Бір шана балық аулап алып, үйіне қарай қайтып келеді. Келе жатса, жолда домалақтанып түлкі жатыр. Шал шанадан түсіп, түлкіге жақындады. Ол қозғалмайды, өліп қалған секілді. Кемпіріме сыйлық болады, деп түлкіні шанаға салып, өзі атын жетектеп алға жылжиды. Ал қу түлкі керек уақытты таңдап алып, балықты бір-бірлеп жолға лақтыра бастады. Балықтарды түгел лақтырып біткен соң, өзі шанадан секіріп түсті. Кемпірім, саған тоныңа жаға алып келдім, дейді шал. Қайда? Әне, шанада, балықта, жаға да бар. Кемпір шанаға жақындаса, балықта, жаға да жоқ екен. Кемпір шалына ұрысты. Ойбой, шал, сен ақымақсың ба? Мен алдағың келді ме? Сол мезгілде шалдың ойына жеткені. Түлкі өлмеген ғой. Қайғырғанмен ештеңе де істей алмады. Ал түлкі барлық шашылған балықтарды бір жерге жинап қойып, жей бастады. Қараса, қасқыр келе жатыр. Амансың ба, түлкі? Амансың ба? Балығыңнан берші. Өзің ұстап алды, жей бер. Мен ұстауды білмеймін. Мен ұстадым ғой. Қасқырым, сен өзенге барып, мұзды ойып, құйрығыңды сол ойыққа батырып қойсаң, балықтар құйрығыңа өздері ілінеді. Неғұрлым көп отырсаң, соғұрлым көп балық ұстай аласың, деді түлкі. Қасқыр өзенге барып, құйрығын ойыққа салып отырды. Қыс мезгілі болған. Түні бойы ойықта отырды. Құйрығы мұзға қатып қалды. Тұрайын десе, тұра алмайды. Көп балық ұсталған екен ғой, шығара алмай отырмын, деп ойлады. Қараса, кемпірлер суға келе жатыр. Қасқырды көріп, айғай салды. Қасқыр, қасқыр, соғыңдар оны, соғыңдар. Жүгіріп келіп, қасқырды соға бастады. Қолдарында не бар, сонымен соқты. Біреуі ағашпен, екіншісі шелекпен, қолдарына түскен затпен соқты. Қасқыр секіріп құйрығын үзіп алды да қаша жөнелді. Жақсы, қу түлкі, мен сені әлі жазалаймын, деп ойлады қасқыр. Ал қу түлкі балықты толық жеп алып, ауылға барып, бірдеңе ұрламақшы болды. Бір үйге кірсе, кемпір қамыр илеп қойыпты.
Сол қамырға байқамай басын кіргізіп алады. Басына қамыр жабысып қалды. Сол мезгілде қасқыр қарсы жүгіріп келе жатқан еді. Сен маған балықты аулауды үйретем дедің, ал мені кемпірлер ұрып тастады. Сенде тек қан шықса, менің басымнан соққыдан миым шығып тұр. Сенің соққыңа қарағанда менікі ауыр, әзер келе жатырмын, дейді түлкі. Ол рас, дейді қасқыр. саған ауыр дейді түлкім. Менің арқама отыр, жеткізіп саламын. Түлкі қасқырдың арқасына отырып алды. Қасқыр түлкіні әкете берді. Қу түлкі қасқырдың үстіне отырып, ақырын ғана сөйледі. Соғылған, соғылмағанды әкеле жатыр. Соғылған, соғылмағанды әкеле жатыр. Қасқыр түлкіге: Сен бірдеңе айтып келесің ғой. Қасқырым, мен соғылған, соғылғанды әкеле жатыр деп айтып отырмын. Иә, түлкім, солай. Сөйтіп, қу түлкі айласын тағы да іске асырды. Бекерден бекер қу түлкі деп айтпайды екен. Маша мен Аю ертегісі. Ертеде кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың Маша деген немере қыздары болыпты. Бір күні Машаның құрбылары орманға барып, саңырауқұлақ, жидек термекші болады. Өздерімен бірге Машаны орманға шақырады. Маша ата-апасынан орманға құрбыларымен баруға рұқсат сұрайды. Атасы Машаға: Бара қой, бірақ құрбыларынан қалма, адасып кетпе, деп ескертеді. Қыздар орманға келіп, саңырауқұлақ, жидек тере бастайды. Маша ағаштан ағашқа, бұтадан бұтаға жүріп, құрбыларынан алыстап кетеді. Ол құрбыларын дауыстап шақырып іздей бастайды. Ал құрбылары болса, естімейді, жауап қатпайды. Орман ішімен жүре-жүре адасып кетеді. Маша орманның тура ортасына, қалың орманға жетті. Қараса, бір үй тұр. Маша есікті тоқылдатып еді, ешкім жауап бермеді. Есікті итеріп еді, есік ашыла қалды. Маша үйге кіріп, терезе алдындағы орындыққа отырып, ойланып қалды. Бұл үйде кім тұрады? Неге ешкім көрінбейді? дейді Маша. Бұл өте алып Аюдың үйі еді. Ол қазір үйде жоқ, орманда жүр. Кешке қарай Аю үйге келеді. Машеньканы көріп, қатты қуанып кетті. Ал, мен сені енді ешқайда жібермеймін. Менімен бірге тұрасың. Пешке от жағып, тамақ пісіресің. Мені ботқамен тамақтандырасың, дейді Аю. Маша күрсінді, қиналды, бірақ ештеңе істей алмайтынын түсінді. Аюмен бірге тұра бастады. Аю күнде кешке дейін орманға кетіп қалады. Кетерде Машаға үйден сұраусыз кетпеуін есіне салады. Ал егер қашып кететін болсам, бәрібір ұстап алып, жеп қоямын, дейді Аю. Машенька Аюдан
қалай қашып кету жолдарын ойлай бастады. Айнала қалың орман, қай жаққа баруын білмейді. Жол сұрайтындай ешкім де жоқ. Ойлай бір амалын тапты. Бір күні орманнан аю қайтып келгенде Машенька одан сұрана бастайды. Аю, мені бір күнге ауылға жіберші. Атама, әжеме, тәттілерімді апарып келейін, дейді Машенька. Жоқ, жіберсем, сен орманда адасып кетесің. Тәттілеріңді дайында, мен өзім апарып беремін, дейді аю. Ал Машенькаға сол керек еді. Ол көп көлемде бәліштер пісіреді. Үлкен қорапты алып аюға ескертеді. Міне, қара, осы қорапқа бәліштерімді саламын. Сен оны атама, әжеме апарып бер. Бірақ есіңде болсын, қорапты жол бойы ашушы болма. Бәліштеріңді жеме. Мен еменнің басына шығып, сені бақылап отырамын, дейді Машенька. Жарайды, маған қорапты бер, дейді аю. Маша оған, далаға шығып қарашы, жауын жауып тұрған жоқ па? Аю далаға шыққан кезде Машенька тез етіп қорапқа кіріп, басына пісірілген тағамды қойып отыра қалады. Аю үйге кірсе, қорап дайын тұр екен. Оны арқасына салып алып, ауылға қарай жүре бастайды. Аю орманның арасымен келе жатыр. Енді қайыңдар арасымен жүріп келеді. Дөңге көтеріледі, төмен түседі. Жүре шаршады да өз-өзіне былай дейді. Тасқа отырып, бәліштерді жеймін. Ал Машенька, көріп тұрмын, тасқа отырма, бәліштерді жеме, атама апар, әжеме апар, дейді. Не деген қыран көзді, бәрін көріп отыр, деп ойлайды аю. Қорапты көтеріп алып, әрі қарай жүріп кетті. Жүре шаршады да тоқтап отыра кетіп ойлайды. Тасқа отырып, бәліштерді жеймін. Ал Машенька, көріп тұрмын, тасқа отырма, бәліштерді жеме, атама апар, әжеме апар, дейді Машенька. Аю таң қалады. Неткен қу, биікте отыр, алыстан көріп тұр, деп ойлайды аю. Тұрып алып, ары қарай кетті. Ауылға келді. Атасы, әжесі тұрған үйді тауып алды. Барлық күшімен сыртқы есікті тоқылдата бастады. Ашыңдар, мен Машенька пісірген бәліштерді әкелдім, дейді аю. Ал иттер аюды иісінен сезіп қалып, оған тап берді. Барлық бұрыштан жүгіріп келіп, үріп жатыр. Аю қорқып кетті. Қорапты қоршаудың алдына қараусыз жерге қоя сала, орманға қарай қаша жөнелді. Қорапта не бар екен? Деді әжесі. Атасы қораптың қақпағын ашып қараса, өз көзіне өзі сенбей қалды. Қорапта аман-есен Машенька отыр екен. Атасы мен әжесі қатты қуанып кетті. Маша атасы мен әжесіне болған оқиғаны басынан бастап айтып береді. Атасы мен әжесі Машаны құшақтап, бетінен сүйіп, қандай ақылды қыз едің, дейді. Ары қарай барлығы бақытты өмір сүре береді. Ұйқыдағы ару ертегісі. Ертеде бір патша мен патшайым өмір сүріпті. Олардың
баласы болмапты. Сол үшін қатты қамығыпты. Патша мен патшайым барлық үмітін үзген кезде дүниеге қыз бала келіпті. Бақытты ата-ана үлкен мереке ұйымдастырып, оған өз қарамағында өмір сүретін барлық перілерді шақырыпты. Ол кезде перілердің өз кіндік балаларына ғажайып сыйлық ұсынатын дәстүрі болған екен. Бұл мерекеге шақырылмаған сиқыршы әйел де келеді. Бірақ патша мен патшайым ол сиқыршы әйелді өліп қалды деп ойлаған екен. Ал ол болса өзін ұмытып кетті деп ойлап қатты ренжиді. Қатты ренжіген сиқыршы әйел жаңа туған нәресте 15 жасқа келген кезде саусағына ұршықтың ұшы қадалып өмірден өтеді деген болжам айтады. Барлығы оның болжамын естіп қатты қайғырады. Патша мен патшайымның қайғысы тіпті ауыр болды. Сонда ең кіші пері қыз шығып: «Патша, патшайым, қайғырмаңыздар, қыздарыңыз тірі қалады. Ол шынында саусағын қадап алады, бірақ өлмейді. Тек ол ғажайып ханзада келіп оятқанша, яғни 100 жыл терең ұйқыда жатады», деп айтады пері қыз. Патша сонда да қызын аман сақтап қалу үшін өзінің қарауындағы адамдарға ұршық ұстауға тыйым салады. Күндер тез өтіп жатты. Ханшайым күн өткен сайын ақылды, әдемі болып өсіп келе жатты. Патша мен патшайым қорқынышты болжам туралы біртіндеп ұмыта бастады. Бір күні патша өзінің отбасымен алыстағы сарайларының біріне аттанады. Ханшайым сарайдың ішін аралап көргісі келеді. Соңғы бөлмедегі мұнараның ең басында ұршық иіріп отырған кемпірді көреді. «Әшей, сіз не істеп отырсыз? Ой, қандай әдемі!» деп таңданады. Ханшайым ұршыққа қолын соза бергенде ұршықтың ұшына саусағын шаншып алады да ес-түссіз жерге құлап түседі. Болған жайды естіген қайырымды пері қамалға жүгіріп жетеді. Ол сиқырлы таяқшасын қамалда тұратын барлық адамдарға тигізген кезде олар да ханшайыммен бірге ұйқыға кетеді. Өйткені ханшайым көп жылдан кейін оянғанда таныс адамдарды көруі керек. Қайырымды пері таяқшасын тағы бір сілтеген кезде қамалдың айналасында арасынан адам да, аң да өте алмайтын қалың орман пайда болады. Енді ешкім де ұйқыда жатқан ханшайымның тыныштығын бұза алмайды. Арада 100 жыл өтеді. Осы жылдарда көптеген патша мен патшайымдар ауысады. Бірақ та ешқайсысы қамалға өте алмайды. Бір күні осы уақытта билік құрып жатқан патшаның баласы аңға шығады. Ол қалың орманның ішінен бір қамалдың мұнарасын байқап қалады. «Бұл кімнің қамалы? Онда кім тұрады?» деп сұрайды. Сонда оның қасына бір адам келіп, басын иіп: «Бұл қамалда жер бетіндегі ең керемет ханшайым мәңгі ұйқыда жатыр. Оны тек жары болатын адам ғана оята алады», дейді. Сонда ханзада: «Ханшайымды ояту менің пешенеме жазылған шығар», деп ойлайды. Ханзада көп ойланбастан қамалға қарай атпен шауып барады. Сиқырлы орманға да келіп жетеді. Ханзада аттан секіріп түскенде жуан ағаштар мен тікенекті боталар қақ жарылып жол береді. Ол жалғыз жүріп кетеді.
нөкерлерінің ешқайсысы артынан ере алмады. Өйткені орман ханзаданы өткізіп, артынан жабылып қалып отырды. Ханзада қамалға да келіп жетті. Ол ханшайым ұйықтап жатқан бөлмеге кіргенде, ұйқыдағы аруды көріп, оның әдемілігіне қатты қайран қалды. Тізерлеп қасына отырып, қыздың бетінен сүйеді. Осы кезде кенет ханшайым көзін ашады. Онымен бірге қамалдағы адамдардың барлығы ояна бастайды. Бірден ғашық болған ханзада мен ханшайым ештеңе еститін емес. Олар бір-бірінен көзін ала алмады. Көп ұзамай ханзада мен ханшайым тойларын жасайды және ұзақ жылдар бойы бақытты өмір сүреді. Қоянның үйі ертегісі. Орманда түлкі мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің үйі мұздан тұрғызылған, ал қоянның үйі ағаштан жасалған болыпты. Бір кезде түлкі қоянды мазақтай бастайды. Менің үйім жарық, сенің үйің қараңғы. Менікі жарық, сенікі қараңғы, деп айтыпты түлкі. Көктем келді. Түлкінің үйі болса еріп кетті. Түлкі қоянға келіп сұранады. Қояным, мені үйіңе кіргізші. Сұранды, қайта-қайта сұранады. Ақыры қоянды көндірді. Ал қоян оны өзінің жанына пештің үстіне шығарды. 1-2 күн өтті. Ал түлкі болса қоянды өзінің үйінен қуып шығара бастады. Қисық үйден кет, мен сенімен тұрғым келмейді, дейді түлкі. Сөйтіп қоянды үйінен қуып шықты. Ал қоян отырып алып жылады, қайғырды, аяғымен жасын сүртіп отыр. Осы мезгілде жанынан иттер жүгіріп өтіп бара жатқан болатын. Оф, қоян, неге жылап отырсың? Қалай жыламаймын? Менің үйім ағаштан, түлкінікі мұздан болды. Көктем келгенде түлкінің үйі еріп кетті. Түлкі менің үйімде тұрайыншы деді. Мен келістім. Содан кейін мені өзімнің үйімнен қуып шықты, дейді қоян. Қоян, жылама, біз оны қуып шығамыз, деді иттер. Ал қоян болса, жоқ, қуып шыға алмайсыңдар. Иттер болса, жоқ, қуып шығамыз, дейді. Иттер мен қоян үйге жақындап келді. Оф, түлкі, үйден кет. Ал түлкі пештің үстінен. Қазір атып шығамын, секіріп шығамын, жүн-жүндеріңді жұламын, деді түлкі. Ал иттер болса, қорқып қашып кетті. Қоян қайтадан жылап отыр. Жанынан қасқыр өтіп бара жатқан еді. Қояным, неге жылап отырсың? Дейді қасқыр. Ал қоян болса, сүр қасқыр, қалай жыламаймын? Менің үйім ағаштан, түлкінікі мұздан болды. Көктем келген кезде түлкінің үйі еріп кетті. Содан кейін түлкі менің үйімде тұрайыншы деп сұранып еді. Мен келістім, бірақ мені түлкі өз үйімнен қуып шықты, дейді. Қасқыр қоянға, жылама, мен оны қуып шығамын, дейді. Жоқ, қуып шығара алмайсың. Иттер қуып шықпақ болды, қуа алмады, сен де қуа алмайсың, дейді қоян. Қасқыр үйдің жанына барып қатты ұлыды. Түлкі, кет, шық. Түлкі пештің үстінен. Қазір атып шығамын, секіріп шығамын, жүн-жүндеріңді жұламын,
дейді түлкі. Қасқыр қорқып қашып кетті. Қоян қайтадан жылап отыр. Жанынан кәрі аю өтіп баратыр. Қояным, неге жылап отырсың? Аюым, қалай жыламаймын? Менің үйім ағаштан, түлкінікі мұздан болды. Көктем келгенде түлкінің үйі еріп кетті. Түлкі үйіме сұранып кірді де, одан кейін мені өзінің үйінен қуып шықты, дейді қоян. Аю қоянға: Жылама, мен оны қуып шығамын, дейді аю. Жоқ, қуып шығара алмайсың. Иттер қуып шықпақ болды, қуа алмады. Сұр қасқыр қуып шықпақ болды, қуа алмады. Сен де қуа алмайсың. жоқ, қуып шығарамын. Аю иттің жанына барып ақырды: Түлкі, кет, шық. Түлкі пештің үстінен: Қазір атып шығамын, секіріп шығамын, жүндеріңді жұламын, дейді түлкі. Аю қорқып қашып кетті. Қоян қайтадан жылап отыр. Қораз келе жатыр. Иығында шалғысы бар. Кукареку, қояным, неге жылап отырсың? Қалай жыламаймын? Қораз, менің үйім ағаштан, түлкінікі мұздан болды. Көктем келгенде түлкінің үйі еріп кетті. Түлкі үйіме сұранып кірді, бірақ өзімнің үйімнен түлкі мені қуып шықты, дейді қоян. Қояным, қайғырма, мен оны қуып шығамын. Жоқ, қуып шығара алмайсың. Иттер, сұр қасқыр, аю қуып шықпақ болды, қуа алмады. Сен де қуа алмайсың. Жоқ, қуып шығарамын, дейді қораз. Қораз үйге кетті. Кукареку, аяғыммен келе жатырмын. Аяғымда қызыл етік бар, иығымда шалғы бар. Түлкіні шалғымен шапқым келеді. Түлкі, пештен кет. Киініп жатырмын, деп түлкі естіп қорқып кетті. Қораз қайта: Кукареку, аяғыммен келе жатырмын. Аяғымда қызыл етік бар, иығымда шалғы бар. Түлкіні шалғымен шапқым келеді. Түлкі, пештен кет, деп тағы да қайталайды. Түлкі естіп: Тонымды киіп жатырмын. Қораз үшінші рет: Кукареку, аяғыммен келе жатырмын. Аяғымда қызыл етік бар, иығымда шалғы бар. Түлкіні шалғымен шапқым келеді. Түлкі, пештен кет, деп айтады қораз. Түлкі қорқып кетіп, пештен секіріп түсіп, қаша жөнелді. Ал қоян мен қораз осы оқиғадан кейін қоянның үйінде бірге өмір сүре бастайды. Үш аю ертегісі. Ертеде бір қыз бала үйден шығып, орманға барып адасып кетеді. Үйге қайтар жолды таба алмай, орманда бір үйді көріп қалады. Есігі ашық тұрған соң ішке кіреді, ал үйде ешкім жоқ екен. Бұл үйде үш аю тұрып жатқан. Ең үлкені әкесі, аты Михаил Иванович. Екінші аю сәл кішірек, ана аю, аты Настасия Петровна. Үшіншісі кішкентай аю, қонжық, яғни балалары, аты Мишутка. Аюлар үйде болмады. Олар орманда серуендеп жүрген екен. Үй екі бөлмеден тұрады. Бірінші бөлме асхана, екіншісі жатын бөлме. Қыз бала асханаға кірсе, стол үстінде тағам салынған үш ыдыс тұр екен. Бірінші ыдыс үлкен көлемді. Ол әкесі Михаил Ивановичтікі. Екінші ыдыс кішірек. Ол Настасия Петрованың ыдысы. Ал үшінші көк түсті ыдыс
кішкентай аю Мишутканың ыдысы. Әр ыдыстың жанында үлкен, орташа және кішірек қасықтар жатты. Қыз бала үлкен қасықты алып, үлкен ыдыстан тамақ ішті. Одан кейін орташа қасық пен орташа ыдыстан тамақ ішті. Және кішірек қасық пен көк тісті ыдыстан тамақ ішті. Қыз бала отырғысы келіп қараса, 3 орындық тұр екен. Өте үлкен орындық Михаил Ивановичтікі. Екінші кішірек Настасия Петрованікі. Ал үшіншісі өте кішкентай және көк жастығы бар орындық Қонжық Мишутканікі екен. Қыз бала үлкен орындыққа отырмақ болып еді, одан құлап қалады. Ал екінші орындық ыңғайсыз екен. Ал кішкентай орындыққа отырып еді, оның ыңғайлы екенін сезіп күлімсірейді. Тізесіне көк ыдысты қойып, тамағын ішіп алады. Көжені ішіп бітірген соң, орындықта отырып, тербетіле бастайды. Ал орындық шыдамай қақ бөлініп қалды. Қыз бала жерге құлайды. Орнынан тұрып, орындықты орнына қояды. Одан кейін жатын бөлмеге барады. Бөлмеде 3 төсек тұр екен. Үлкен төсек Михаил Ивановичке арналған. Орташа төсек Настасия Петрованікі. Ал үшінші кішкентай төсек Қонжық Мишутканікі. Қыз бала үлкен төсекке жатып еді, ол өте үлкен, кең екен. Орташа төсек биік екен. Ал кішкентай төсекке жатып еді, өте ыңғайлы екен. Шаршаған қыз жатып ұйықтап қалады. Қарындары ашып қалған аюлар үйге келіп, тамақ ішкілері келеді. Үлкен аю ыдысын алып қараса, тамағы азайып қалғанын көріп, ызадан ақырып жібереді. Кім менің тамағымды жеді? Настасия Петровна өз ыдысына қарап, тамағының азайғанын көріп, сәл ақырын дауыспен айғайлайды. Кім менің ыдысымдағы тамағымды жеп, ештеңе қалдырмады? Ал Қонжық Мишутка өзінің бос тұрған ыдысын көріп, ащы дауыспен айғай салды. Кім менің асымды түгел жеп қойды? Михаил Иванович өз орындығының орны қозғалған байқап, ақырып жіберді. Кім менің орындығыма отырды? Орнынан қозғап жіберіпті ғой. Настасия Петровна өз орындығына қарап, арылдап жіберді. Бірақ дауысы қатты шықпады. Кім менің орындығыма отырды? Орнынан қозғап жіберіпті ғой. Ал Қонжық Мишутка өзінің сынған орындығына қарап, айғайлап жіберді. Кім менің орындығымды сындырып тастаған? Жатын бөлмеден өзінің умаждалған төсегін көріп, ақырған дауыспен Михаил Иванович айғайлап жіберді. Кім менің төсегіме жатты? Кім төсегімді умаждады? Ал Настасия Петровна сәл көтеріңкі дауыспен: Кім менің төсегіме жатты? Кім төсегімді умаждады? Мишутка орындығын төсек жанына қойып, төсекке шығып, қызды көріп, қатты шошығанынан жан даусы шығып, айғайлап жіберді. Міне ол, ұстаңдар, ұстаңдар! Ол қызды тістеп алмақшы болады. Қыз көзін ашып қараса, аюлар тұр екен. Қыз терезеден бір-ақ секіріп, ашық терезеден қашып кетеді. Аюлар қуып жете алмайды. Ертеде бір есек болыпты. Ол диірменшіге көп уақыт қызмет етіп қартайыпты.
ауыр жұмысқа жарамай қалған соң оны иесі қуып жіберіпті. Бірнеше күн аш жүрген Есек «Қартайдым, әлсіредім» деп қарап отырмай, музыкант болайын. Даусым бар. Ән айтып, көшелерді аралап, ішер асымды тауып жейін деген оймен Бремен қаласына қарай бет алады. Есек жол жөнекей үсті-басы шаң, екі құлағы салбырап кеткен бір төбетті кездестіріп: «Достым, саған не болды?» деп сұрайды. Ит: «Оф, оф, оф! Осы күнге дейін аңшымен бірге аң аулап, қызмет еттім. Енді міне қартайып едім, керек болмай қалдым. Қожайыным мені далаға қуып шықты. Енді не істерімді білмеймін» деп төбет өкпесін айтады. Есек: «Мен Бремен қаласына бара жатырмын. Қаласаң, маған ер, бірге барайық». Сөйтіп, Есек төбетті арқасына отырғызып алады. Есек ақырып, ит үріп, екеуі ұзақ жолға шығады. Олар жүріп келе жатып, жол жағасында отырған бір мысыққа кезікеді. Есек пен төбет: «О, мысық, сен неге сонша мұңайып отырсың?» деп сұрайды. «Мяу! Азапқа түстім ғой. Кезінде тышқан егеуқұйрық аулап, өз қожайыныма көп қызмет еттім. Кәрілік келіп еді, көзім жөнді көрмей, тырнағым мен тістерім өтпей қалды. Сондықтан ешкім өзенге ағызып жібермей тұрғанда үйден қашып шықтым. Енді не істерімді білмеймін» дейді мысық. «Қайғырма, мысық, бізбен бірге Бремен қаласына жүр» дейді Есек пен төбет. Мысық келісіп, Есек оны да үстіне мінгізіп алады. Есек ақырып, ит үріп, мысық мяулап, үшеуі жолмен келе жатады. Енді олар алды-артына қарамай жолмен жүгіріп бара жатқан Әтешті кезіктіреді. «Саған не болды?» деп сұрайды Есек, төбет, мысық үшеуі. «Ку-ка-ри-ку! Қожайыным мені қартайды деп сойып, сорпа пісірмекші. Не істеймін енді?» дейді Әтеш көздің жасын көл қылып. Есек, төбет, мысықтың Әтешке жандары ашиды. «Әтеш-ау, сорпа болмайын десең, бізбен бірге жүр. Сенің даусың таза, ашық, сондықтан өлең айтып, сырнайда ойнайсың. Біз сияқты көшедегі музыкант боласың» деп өздерімен бірге Бремен қаласына баруға Әтешті де шақырады. «Кел, арқама мін» дейді Есек. Сөйтіп, Есектің арқасына төбет, төбеттің үстіне мысық, мысықтың үстіне Әтеш шығады. Осылай біріне бірі мінген достар төртеу болып, Есек ақырып, ит үріп, мысық мяулап, Әтеш шақырып жол жүреді. Бремен қаласы алыста, түн болып, қараңғы түсіп келе жатыр. Музыканттардың қарындары ашып тоңа бастайды. Бір кезде Әтештің көзіне алыстан жылтыраған бірдеңе көрінеді. Не де болса, ол үйдің терезесінен түсіп тұрған шамның жарығы болу керек деп Есек пен төбетке көргенін айтады. Музыканттар Әтеш көрсеткен бағытқа қарай жүріп, үйдің қасына жақын келеді.
Төртеуі терезеден үйдің ішіне қарай үңіледі. Үлкен дөңгелек үстелдің жанында екі қарақшы тамақ ішіп отыр екен. Әрқайсысының қолында жылтыраған өткір пышағы бар. Біз де жылынып ошақтың жанында отырсақ, жақсы болатын еді, дейді Есек. Оф, шіркін-ай, ұйықтап демалсақ, деп төбет қосылады. Мяу, қарнымыз аш, тоя тамақтансақ қой, дейді мысық. Кукареку, өзімізді ешкім жеп қоймаса болды да, дейді Әтеш үркіп. Достар ойланып, ақылдасып, шешім қабылдайды. Есектің арқасына төбет, төбеттің үстіне мысық, мысыққа Әтеш мінген күйі Есек терезеге алдыңғы екі аяғын қойып, барлығы бірге айғай салады. Есек ақырады, ит үреді, мысық мяулайды, Әтеш шақырады. Қарақшылар қатты қорқып орманға қарай қашып кетеді. Есек, ит, мысық және Әтеш қарақшылардан үйді босатып ішке кіреді. Қарындары аш достар үстелді айнала отыра кетіп, дастарханның үстінде тұрған тамақты жеп алады. Содан соң шаршаған Бремен музыканттары тынығып алатын орындарды қарастырады. Есек шөпке, ит есектің алдына, мысық пештің түбіне жайғасады, ал Әтеш пештің үстіңгі жағына жайғасады. Ал қарақшылар үйді сырттай бақылап жүрген еді. Олар үйдің терезесінен жарықтың өшкенін көріп, жасы үлкені жасы кішісіне былай айтады. Үйді жаулап алғандардың кім екенін біліп кел, деп жұмсайды. Қарақшы ақырын басып үйдің жанына келеді. Ары-бері жүріп тыңдайды. Іштен ешқандай дыбыс шыға қоймады. Тып-тыныш. Терезеден барып қарайды. Ешкім көрінбейді. Қарақшы үйге кіреді. Шам жақпақ болып пешке қарай бұрылады. Сол кезде пеш жанындағы екі жарыққа көзі түседі. Жылтырап жатқан шоқ шығар, деген оймен оны түртіп қалады. Бұл мысықтың көзі еді. Ашуланған мысық қарақшының бетін тырнап алады. Енді есікке қарай жүріп еді, қарақшының аяғын төбет тістейді. Оның сүрініп шалынып аулаға шыққаны сол еді. Есек артқы екі тұяғымен теуіп қалады. Қақпаны аша бергенде Әтеш шақырып ұшып келеді де басынан шоқи береді. Қарақшы қорыққанынан алды-артына қарамай орманға қарай жүгіреді. Ойбайлап келе жатқан оны көрген жасы үлкен қарақшы алдынан шығып, кішкентай қарақшыны әрең дегенде тоқтатады. Ей, не болды? Тоқта, мән-жайды дұрыстап айтшы, деп сұрайды үлкен қарақшы. Ойбай, кеттік бұл арадан. Үйде құрысын, бәрі де құрысын. Қашайық, қуып жетпей тұрғанда көзімізді құртайық, деп байбалам салады. Үлкен қарақшы. Үйімізді тартып алған кімдер екен соншама? Төрт дәу мақұлық, көздері оттай жанып тұр. Қолдары жуан, мықты, тырнақтары жез тырнақтың тырнағындай өткір, қадалған жерін жұлып алады. Ақырғанда аузынан өткір тастар атқылайды. Басымды кесіп жібере жаздады, деп дем алмай айтып береді.
онда біздің үйімізді құбыжықтар мекендепті. Бұл жерден тезірек кетейік, дейді жасы үлкен қарақшы. Сөйтіп қорыққан қарақшылар орманды тастап бастары ауған жаққа кете барады. Ал Бремен музыканттары есек, ит, мысық және әтеш қарақшылардың үйін иемденіп, осы күнге дейін бақытты өмір сүріп жатыр деседі.